Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгін экономика негіздері пәні бойынша жаңа сабақтың тақырыбы сұраныс, ұсыныс. Сабақтан күтілетін нәтиже: жаңа материалды түсіну, жағдайларды шешу, оқушылар өз деңгейлеріне байланысты тапсырмаларды орындай алады, өзіндік көзқарасын білдіре біледі. Сұраныс нарықтық экономиканың аса маңызды санаттарының бірі. Нарықта ұсынылатын игіліктерге, тауарларға, көрсетілетін қызметтерге төлем қабілеті бар қажеттіліктерді көрсетеді. Сұраныс белгілі бір тауарға төлем қабілеті бар қажеттілік, яғни белгілі бір уақыт аралығында тиімді бағаға сатылып алынуы тиіс тауардың мөлшері. Сұранысқа көптеген факторлар әсер етеді. Олардың ішінде негізгісі баға болып табылады. Баға мен сұраныс арасында кері байланыс бар. Тауардың бағасы өскен сайын сол тауарға деген сұраныс төмен болады, және керісінше тауарға баға арзандаған сайын оған деген сұраныс жоғары болады. Сұраныс функциясы бұл сұранысқа әсер ететін әртүрлі факторлардың өзгеруінен сол сұраныс көлемінің өзгеру сипатын бейнелейтін тәуелділік. Әрине, сұранысқа әсер ететін маңызды фактор баға болып табылады. Сонымен қатар сұранысқа әсер ететін бағалы емес факторлар да бар. Тұтынушылардың табысы, алмастырушы және толықтырушы тауарлардың бағасы, тұтынушылардың талғамы, алдағы уақытта немесе болашақты күту, нарықтағы тұтынушылардың саны. Сұранысқа және сұраныс көлеміне әсер ететін барлық факторларды сұраныс детерминанттары деп атайды. Сұраныстың қисығы бұл сұраныс заңының графиктегі көрінісі, яғни бұл сызықтағы нүктемелер белгілі бір уақыттағы тұтынушының тауарды қандай бағамен және қанша мөлшерде сатып алатын мүмкіншіліктерін көрсетеді. Графиктегі көлденең осьте сұраныс көлемін J, тікелей осьте R тауардың бағасы, сұраныстың қисығы D. Яғни сіздер графиктан көре аласыздар. Балама тауардың бағасының өзгеруі, балама тауар бағасы өсті, балама тауардың бағасы төмендегенін сіздер сұраныс қисығының жылжуынан қарай аласыздар. Ұсыныстың анықтамасы. Ұсыныс дегеніміз тауардың бағасын тауардың сатылымдарымен байланыстыратын тәуелділік. Ұсыныс мөлшері дегеніміз тауардың бағасы белгілі мәнге ие болғандағы сатушылар сатуға дайын тауарлардың жалпы мөлшері. Әдетте сұранысты график түрінде келтіреді. Сыртқы жағдайлар бірдей болғанда тауардың бағасы мен ұсынысы мөлшері бірдей өседі, не бірдей кемейді. Сұраныс заңы. Нарықтық экономикада тауарлар мен қызметтердің бағалары жиі өзгереді. Бағалардың өзгеруімен қатар сатылған тауарлардың жалпы мөлшері де өзгеріп тұрады. Мысалы, сиыр етінің 1 килограмм бағасы бірінші күні 1010 теңге болса, екінші күні 1090 теңге, ал үшінші күні 1163 теңге болды дейік. Осыларға бағалар сәйкес сиыр етінің сатушылар ұсынған жалпы мөлшерлері мынандай болады. Бірінші күні 130 килограмм, екінші күні 143 килограмм, ал үшінші күні 163 килограмм. Бұны кесте арқылы көрсетуге болады. Ал нарықтағы негізгі қарым-қатынас сұраныс пен ұсыныс механизмі арқылы құрастырылады. Сұраныс пен ұсыныс қоғамда төмендегідей экономикалық және әлеуметтік қызметті атқарады. Қоғамдық өндіріс дамуының пропорциясын сақтау, рыноктық бағаны реттеу, халық шаруашылығындағы ұдайы өндіріс процесін қамтамасыз ету, қоғамдық экономикалық қатынастарды бейнелеу. Ұсынысқа ықпал етуші факторларға баға өндіруге кеткен шығындар, технология өндірісінің монополияда алатын орны, басқа тауарлардың бағасы, ресурстар бағасы, халықтар мен азотациялар жатады. Ұсынымға ықпал етуші факторлар мен сонымен қатар сатушылардың саны, табиғат, климаттық жағдайлар жатады. Сұраныс пен ұсыныстың өзара байланысын графиктан қарай аласыздар. Капиталға сұраныс пен ұсыныс пайыз мөлшерлемесіне байланысты қалыптасады. Сұраныс пен ұсыныс теңескен нүктеде нарықтық тепе-теңдікті орнайды. Назарларыңызға рахмет.